есті мені, есті мені. Қайта, 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 айта берем есіміңді, жаным есіміңді. Жүрек сенде мәңгі айтады өлең. Есті мені, жаным есті мені. Қалауым менің, қайда, қайда жайдары жанарың сенің. Қалағаным менің, дарабағым менің. Қайта, қайта айтамын есті мені, жаным есті мені, есті мені. Бәрекелді, Есті бәрекелді. мені дейді. Құрметті көрермен, сіздердің таңертең тұрып көңілдеріңізді көтеріп тұрған Алтынбек Сүндет есімді жас әнші және актер. Алтынбек, ары қарай әңгімемізді Төрге. қонақжай төрімізден жалғастырсақ, көп Гүлнұр рахмет. Оразбетова күтіп отыр. Қайырлы таң, Қайырлы қош таң. келдіңіз, төрге шығыңыз. Алтынбек, көңілге қалай? Көңіл-күй жақсы. Я, таңнан есті мені деп, енді бізді көріп отырған қаншама қыздарға есті мені деп Алтынбек ән шырқады. Я, Тамаша. Алтынбектің әндерінің өзі тақырыбы, Гүлнұр. Есті мені, сен тыңда, сені ойлай, мені ойла деген сияқты тақырыптарда. Иә. Алтынбек ат қоярда кішкене қалай осыған мән бересің бе? Бір Енді стильде болсын аттары. Әлде бұның Қазір- өзі трилогия ма? Мені ойла, мен сені ойлаймын деген сияқты. енді Қысқа қазір тақырыптар. қазір енді қыз жоқ қой. Қыз жоқ болғаннан кейін сен тыңда, есті мені, сені ойлай деп. Мені ойла. Иә. Негізі- Мені ойла. негізі- Тапсырма беріп жатсың қызға. Кішкене эгоизм бар да. Адамдарға бар ғой, мынандай көп ақпараттан гөрі шағын дүниелер тез есте қалады. Иә. Және де ертең үйленіп жатсаң, шаңырақ құрып жатсаң, тақырыптар өзгере ма? Сүйіктім, Иә, ханшайымым ау, Қымбаттым, қымбаттым. сен менің жанымдасың. Мені Арайға жіберіп батқан тұршы. Таңшолпан деген ән. О, Бәрекелді. Шолпан. Иә, жалпы кім жаңа Алтынбекті айтып жатырмын ғой, Жүргеновте бітірген, актерлықты Иә. бітірген. Жалпы актерлықты бітіргеннен кейін сахнаға осы актерлық шеберлік көмектесе ме ән айтқан кезде эстрадада? әрине көмектеседі. Әнге жан Иә, бітіруде. жалын. Өзінде актер шеберлігін бітірдің, сондықтан бізде артистизм деген болады. Яғни тек қана құр ән айтпай, сондықтан әннің жаңа характерін, образын халыққа жеткізе білу керек деп Иә, өте ойлаймын. дұрыс айтасың. Әр сөзін түсіну. Иә, Әр жалын сөзін даже түсіну. актерлықты бітіргені Иә. өте көмектеседі. Көп жағдайда актер болып ойнап кетеді, ән де айтады, бірақ енді соңғы уақытта ұялмай-ақ қой. Енді ән жағында кішкене жандандыру керек сияқты. Бұйыртса биыл дуэт жасамыз. 2019 жыл Алтынбек өзің хабардарсың деп ойлаймын. Жастар жылы деп жастарға арнап жатыр биылғы жылды. Осы жылға жоспар қалай? Осы жылға жоспарлар көп, театрда да жоспарлар бар, Қазақстан бойынша гастрольдік сапарлар бар. Осы жақынан Нотр-Дам де Пари мюзиклі болды. Жеке шығармашылығыма келетін болсақ, енді кішкене осы уақытқа дейін 5 ән шығарған жайым бар. Яғни еліміздің бүкіл радиоларында Иә, тыңдап жүрміз. Сондықтан осы 2019-да тағы да жақсы әндермен қуантам деп ойлаймын. Қазір енді 1 жылдан астам болды, кішкене композиторлыққа бет бұрып. Өзің ән жазасың. Өзіміз үйде отырып Бірақ гитарам бар. өзіңнің әніңді әлі жарыққа шығарған жоқсың, иә? Бірақ шығарған жоқпын, иә. Оған себеп неде? Сын Себеп- көз ба өз-өзіңе деген? Себебі басында енді адам бастағаннан кейін кішкене Қорқыныш болады ғой, ғой, бұл әнім бола ма, болмай ма. Мәңгі құсап кеткен сияқты. Кішкене үш аккорд толып қалған сияқты деп. Ал енді профессионалды музыканттармен жұмыс жасап көрдім, енді содан сабақ алып, бізде көріп жатырық шет жағыз. Жалын мүмкін біз Алтынбекке тапсырыс береміз. Дуэтке. Көрейік? Болады. Екеуміз Иә. орындайтын. Осы жерде бастап көдейік көдейік. Бастайық. Иә, гитара тұрған соң бекер тұрмасын, бір ән орындап берсең өзің қалаған. Сіздердің құрметтеріңізге мынандай керемет Таңшолпан бағдарламасында Ромео и Джульетта мюзиклында Сәлем Верона деген ән бар, Принстің әні. Кішкене көрермендерімізді ұйқыдан оятып. Тамаша.
таң қалмаймыз деп босқамын, тақпаңдар осы тосқанын. Қош келіпсіздер достарым, бюрона қарсыла. Ханзада менмін не керек, кедейді байда көберек. Сыртынан бәрі керемет, алдамшы көрініс. Гүлденіп тұрған бұл ғажап, шақарым менің құтылзақ. Ей қамдар ұлғарадақ, жандары бүлінге сәлем Верона. Біз қарсы аламыз, Веронаға жол түссегер, тағырын басқа түскенер. Бұл жерді билеп әулет, жауыздық жасап етілмек. Біреудің түссе жол егер, Верона кекке толы жер. Сәлем Верона, біз қарсы аламыз, ай менен күндей толығыз. Бұларда бәлкім жолыңыз табылмас біреу тосқанын. Қош келіпсіздер достарым, қасиет хан боп төгілдер. Верона кекке толы жер, сәлем Верона. Беу, браво. Рахмет Алтынбек, шынында да керемет ән, өзіңнің әншілігіңнен қатар осылай актерлық қабілетіңді дәлелдеп беріп жатсың. Аз ғана берілген уақыттың ішінде сенімен көрермен де етіне таныса білді деген ойдамыз. Енді болашағыңа сәттілік тілейміз, және де үлкен үміт күтеміз өзіңнен жарқырап осы эстрада сахнасында Гүлнұр Оразымбетованың қатарында ән шырқап жүруіңе тілектеспін. Енді батаңызды берем десеңіз мархабат. Мен осы біздің Таңшолпанға келген қаншама жастарға батамды берем. Осы әже болам ғой деймін. Алтынбектен де аямаңыз енді. Алтынбек өзіңе енді 2019 жыл үлкен сәттіліктер қолын жайын деп жатыр. Үлкен сәттіліктер алып келсін. Қандай жоспар, қандай мақсат қойдың барлығы орындалсын. Бізге тек қана жақсы жаңалықтарымен келе бер, тамаша, тек өсе бер, саған тек жақсылық тілейміз. Рахмет, көп сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен, жаттап алыңыздар. Алтынбек Сүндет ертең хит әндермен, керемет рөлдермен сіздерді баурап алады деген дүниеге біз сенеміз, және де сіздер де сеніңіздер. Бізде шағын аңдатпа, құрметті көрермен, одан кейін Таңшолпан жалғасады. Бізбен бірге болыңыздар. Рахмет Алтынбек. Тамаша.